Қайырлы ақшамлар, студияда мен Алиме Мустафаева Чалышам күннің эсас вақайларақта тариф етмеге азырмыз. Русияде санкциялар деврінде иқтисадиет себатыны юкселту бойынша оперштаб яратылды. Оның елбашчысы Русия Федерациясы баш назирі Михаил Мишустин олды. Акимиет олған имканларны фаалештірмеге планлаштыра. Малия назирлігі капиталлар амнистиясы бойынша теклиф азырлай. Бойлы адымлар біздің мемлекетімізде яңы проектлер амелге кечірілуіне чоқча пара йоламаға имкан берер. Импорт маллар еріне ерлелер кулануы исе фаалиетіміздің эсас йөнеліші олмақ керек. Сергей Аксенов информацион мобилизацияны илян етті. Оқырымлыларының іштімайы ағларда ве олған ресурсларда доғру малюматны дар қатмаға ве ватан первер ноқтайы назарны білдірмеге чақырды. Урметлі қырымлылар, да бір кере айтмаға істейм. Лүтфен, фейк малюматқа диққат айырмаңыз. Бұл шейлер мұнтазам суретте пейда ола. Сіз өзіңіз білесіз, ағыр вазиетте ер вақыт инсан өзіні қолға алмасы мұйым. Малюмат дархатыжылар пек көчлі чалышалар. Қырымлылар арасыны бозмаға. Белі бір кейфлер дархатмаға тырышалар. Вазиетнің стабилігіні бозмаға тырышалар. Бұны ақылда тұтыңыз. Вазиет контроль етіле. Біз епіміз ерімізде. Акимиет органлары штат режимінде чалыша. Қырым елбашчысы Жұмхуриет акиметінің баш назирлерінен кечірілген иқтисади ве иштимаи суалер бойынша иш көрішуі кетішатында хабер етті ки, ярмадада акимет органлары малие ве банк муэссеселері штат режимде чалыша. Минфин, Центробанк президент авалесі бойынша ачувлы тышқы күчіні тута білген епсі чәрелер бақыла. Шымды бұл информацион земин. Шуның üçün банк есапларында епсі паралар қалажақ. Бір кімсе üçün терюке деген шей жоқ. Нақытсыз пара ішлетілуі бойынша іч бір сыңырланулар жоқ. Қырымның малия назиры баш назир Ирина Кивико милли валюта курсы деңішмелері себебінден қырымлыларны теляшқа далмамаға чағыра. Шымды милли валюта курсы денішмелері себебінден қырымлаларға бір шей yapmaға тәвсие етім. Тынч олыныз мемлекетіміз бұйық ве күчлі. Банк ве малие системлері стабиль. Әрше яқшы олыр. Тәшәлқа далмақ керек дігіл. Чүнки мұна бұл банкларға ве банкоматларға чапқалавлар бұла әпсі нақыт пара жейттен ажиотаж ярата. Украинада кечірілген мақсус операцияның мақсады Русия Федерациясы территориясында арби әрекетлерінің оғыны алу ве Донецк, Луганск халық жүмхуриетлерінің тынч иялесіні қорчаламақтыр. Бұқта брифингте Русия Мудафа Назира Сергей Шойгу білдірді. Урувлар ве атеш оның сөзлеріне көре тек арби объектлерге доғыртыла. Украина ордусы есе мескен азбарлар, мектеплер ве бала бақчалары трафында ерлеші. Главное для нас – защитить Российскую Федерацию. Біз үшін ең esасы Русияны арби тәлікеден қорчаламақ. Бұны ғарп мемлекетлері яраталар. Олар Украин халқыны бізге қаршы көрешуде құланмаға істейлер. Русия ордусы Украин территориясыны ишғал етмей. Тынч сакинлерінің қавсызлығы ве жанларыны қорчаламақ үшін епсі чәрелеріні бақа. Қайдетем ки, атеш тек арби объектлерге ачыла, ветек юксек тамлық сила еле. Ялан малюматны дарқат мамаға қырымларны Жұмхуриет Девлер Шурасының рейсі Владимир Константинов чақырды. О Кенеде Русия силялы құветлерінің мақсус арби операциясы кечірілуіне қол тұтуына білдірді. Хотим особо подчеркнуть, осуществляемое. Айрыжа қайдетмеге істейміз. Русия силалы құветлері иле кечірілген мақсус арби операция Украин халқына қаршы дегіл. Аксине, оның нәтижелерінден бірі біздің Украин аға қардашларымызны Киев режимінден құртармақтыр. Бұндан соң Украина халқы өз сияси тақдиріні өзі белгілеп olur. Херсон вилаетінің сакинлеріне Қырым акиметі ве Русия Мудафа назирлігі ярдым еттілер. Жұмхуриет елбашчысы Сергей Аксеновның сайфесіне Херсон вилаетінде яшаған қадындан мұражат келді. О гуманитар ярдым көстермеге рижа етті. Адамларға мақсулат, илячылар ве ичімлік сув еткізілді. Яқын 2 тонналық гуманитар юкны еткіздік. Ашайтмалары, бірінші невбетте керек олған шейлер, шақси гигиена шейлері, су. Яни адамлар яшамасы үшін керек олған маллар. Адамлар бізні sıcақ қаршыладылар. Бұндан да ғайры, Жұмхуриет елбашчысына оларны ағыр вазиетте ұнытмағанлары үшін миннетдарлық білдірген адамлардан мұражат етіп келді.
Февральның 20-сынден Жұмхуриетнің эпосы муниципалитлерінде Донецк ве Луганск халық жұмхуриетлері қачақларына гуманитар ярдым топлав ноқталары açılды. Ашайтмалары сычақурба ве бірінжене бете керек олған шейлерні істегенлер Ахмеджетте яратылған уч ноқтада ве Единая Россия фирқасының қабул ханелерінде қалдыра білелер. Мевзуның девамы Левхамызда. Эркун ярдым топлав ноқталарына yüzlerce адам келе. Оларның миллетлері ве яшы фарқлы. Бүтін Қырым ярдымға қошула. Бұл ноқталар үшін ратлық күнлері yok. Топлаған шейлерні мында қотуларға топлайлар, қатлайлар ве фураларға yüklейлер. Бұндан сон әршей қачақларға yollanıla. Bir hafta devamında Ахмеджеттегі тек бір Куйбышев базары ноқтасындан 5 машина yolға чықты. Ноқта бізде саат 8-ден 14 кеже чалыша телефон жоқ. Егер мұнда бір кімсе олмаса, таблочықларда язылған номерларға телефон açмақ рижа етеміз. Ве бір кімсе келіп, сіздің ярдымыңызны қабыл етер. Қырымлылар гуманитар ярдым топлавына қол тұталар ве бұны шымдықы вазиетте пек кереклі деп саялар. Бұл біздің адамлар ве оларға ярдым етмек керекміз. Әлбетте, мұтлақа лаф жоқ. Оларны ешбір вақыт ялыныз, қалдырмақ мүмкіндігіл. Бұл шүбесіз, менің фікірім бойле. Шүбесіз анда адамлар бұнда әпсіне мұқтаж, паралары жоқ. Гуманитар ярдым топлануының бірінші күні девамында Ростов вилаетіне 20 тонна юк yollanды. Yüklемек жеттен волонтерлар ярдым етелер. Шымды екі фура ерінден көче умумен 40 тонна, әрбірі 20 тонна чекен. Гуманитар ярдым топланылуы девам етем. Біз қырымларға бойле ярдым үшін Донбасс қачақларының ажып сесленгелеріні үшін минетдармыз. Олар шейлер ашайт манларыны топладылар. Бұның қиметі бұйық чоқ сағылынсылар. Яқын вақытта гуманитар ярдым еле толы фуралар қачақлар вақытынша болынған ерлерге yollanacak. Донбасс сакинлеріне ярдым етмеге істегенлерінің сайысы күн-күнден арта. Дауд Чахалов, Алиса Мединов ве Максим Голубев, Миллет үшін. Миллетлер ара мунасебетлер ишлері бойынша Девлет комитетінде Қырым Жұмхуриетінің милли медени жемат тешкілетларының реберлерінен Корушев кечті. Олар Русия президенті Владимир Путинге қол тұтып фікірлеріні білдірділер. Сегодня мы провели встречу. Бүгін біз жемаат милли тешкелатларнен Корушев кечірдік. Олар да президентке бұйы көрмет ве оның әрбір ішіне қол тұтқанларыны білдірділер. Қырым украинлері жемиетінің рейсі Анастасия Гричина шымды Украинада юз берген адисе вақайлар ақта фейк месседжларға ишанмамаға чағырды. Это очень важно, чтобы мы в едином порыве все вместе. Пек муимка, біз бірабер олып қол тұтмақ керекміз. Біз шымды Украина тарафындан, Авропа мемлекетлері тарафындан насыл информацион женг кеткеніні көреміз. Бұл эпосы Русияге авдарыла. Элбет біз бірабер олып бізге шымды ғарби мемлекетлерден келген шифейк хаберлерге, видеоларға, езувларға қаршы тұрмақ керекміз. Қырым елбашчысының мәслихатшысы Ескендер Билялов қайдетті ки Девлет елбашчысының қарары Донбастың тынч сәкинлеріні қорчаламақ мақсадына доғыртыла. Та ситуация, которая сейчас происходит. Шымды Донбаста, Украинада олған вазиет еріне 8 ел девамында не олғаныны бір кімсе сорамаған еді. Эм ғарби күтлеви малюмат васталары, эмде ғарби реберлер дейік, америкалылар. Бір кімсе Донбаста адамлары ляк олғанына диққат айырмады. Шымдықы вазиетте мен президентке қол тұтам. Чүнки егер о бойле адым япмаса еді, бұ адымны ғарби мемлекетлер япар еділер. Қырым жемаат палатасының азасы Ибраим Ширин Русия аскерлерінің муим боржыны қайдетті. Я сегодня сказал такую вещь. Мен бүгін бойле лафны айттым. Ең незакетлі ве тербиелі инсан бұ бізім аскеріміз. Чүнки біз көреміз. Оларға кімерде түкірелер, сөгінелер. Олар есе ерінден қыбырдамайлар. Ватанымызны қорчалаған ерінде туралар. Вешу адамларны, өзлеріні бойле алып барғанларны қорчалайлар. Қырымлылар Русия Федерациясының президенті Владимир Путиннің Украинада мақсус арби операция кечірмек ақта қарарына қол тұталар. Чоқысылар ноқтай назарына ачық айдын көстермеге чағыралар. Бүгін бірлікте олмақ пек муим деп сая Қырым Федераль университетінде юқма хасталықлар кафедрасының ребері Искандер Каримов.
Біз шымды бұны тоқтатмасақ, 5 жылдан сон не олажағыны анлаймыз. Юз берген эпсы әрекетлер, эпсы вақиялар, олар эпсы келечек ноқтайы назарындан ақлы. Чүнки егер ғарби мемлекетлер бойлы идеологиянен ве арби тарышмаларынен оғрашсалар, келечекте бізге ратлық олмас. Нетижеде біздің башларымыз үстіне бомбалар түше біле. Бұл доғыру манада, атта көчме манада дегіл. Шуны чүн бойлы адиселер, афсуски, ақлы. Бүгінгі вақиялар бұл келечекте сербест яшайышның темелідір. Анлайсызмы, бұл құрбанлар зая олмамақ керек. Келечекте біздің балаларымыз ве біз өзіміз тынч яшамамыз ичун. Махсус операция кечірлі вақта қарарға Эмде Қырымның су қожалығы бойынша Девлет комитеті рейсінің муавина Альберт Кангиев қол тұта. О Руселілерні тынч олмаға ве ялан малыматқа ишан мамаға рижа еті. Мені кімер артистлерінің, реберлерінің шақси адамлардың ноқтайы назары айретлендіре. Олар шымды бойле вазиет олғанына язықсыналар. Олар рус олғанындан ұнылталар. Мен белесем бұл епсі бош. Бүгін керек олмаған шейлер. Мен Русия президенті Владимир Путинге оның қарарларына қол тұтам. Қыш ич керек қайтмай кечкен геже аман-аман бұтун Қырымны яғмырлы қарның бейяз чаршафы қаплап алды. Ақмешіте коммуналь қызметшілер геже күндізлік иш графигіне кечтілер. Құртарыжылар есе февкуледе вазиет олмасын деп дақлық ерлеріні ве аңғар боғазыны контроль етелер. Қырымға sıcak hava не вақыт кележек ағыта, не беті келеп хамас. Ахмежите бүгінке саба коммуналь қызметлерінің қадимлері үшін енгіл олмады. Бар құлқылары еріне қар обалары оларны Қырымға көчлі циклон алып келді. Шымды о ерінден қыбырдамай ве қара теңіз үстінде асылы тұра. Шының үшін да бір қач күн қар сепелейчек. Потепление пока. Якын күнлерді ава қызжағы не ошамай. Марттың бірінші 10 күні девамында ава суық олajak. Букені шу атмосфер басымға бағлы. Баз вақытлары яғмур яғajak. Қарлы яғмур, дағларда қар. Қар саба беште яғып башлады. Әнді саат 8-де Ақмежит қар обаларында ве 9 бал тұқынларында батып қалды. Микрокар машинасының үстінліклері тек онайтлы парковка еле бағлы дәгіл. Бойле арабаның сайыбы Маргарита бұны тек бұл қышта анлады. Бойле машинаны қардан темізлемек үшін де екі кере аз вақыт кере ола. Утром немного. Саба біраз қар бар еді, чүнки бізде асма бар. Егер ачық havada турсақ, ондақа қардан темізлемек керек. Яқын ерде авто алемының бұйық векілі тұра. Бойле машинаны тарамақ спортзалда едман еріне япыла білген үштір. Амашымды қырымлылар үшін бойле иш алышықлыдыр. Yorulmaysızmı? Yok. Тайғалаққа қаршы көрешмек үшін коммуналь қызметшілер Ақмежит yollarına геже чықтылар. Саба ерте оларының еріне башқа смена тұрды. Водителей меняли. Айдавчыларны диныштырдық. Бізде тамам көпчеклер үстінден деген кібі тамам маршрутларда, базаға кірмезден. Күндіз сменасында 8 коммуналь yol машина чалыша. Саба саат 6-да шерінің соқақларына санитар темізлік бөлігінің 230 хадимы. Садеже айтсақ азбар сыпырыжілері чықты. Бұндан ғайры біз дегер бөліклерден да 40-қа яқын ішчіні қоштық. Олар қалдырымларны, пияделер зоналарыны, жемаат нақлиятының дұрақларыны тертіпке кетірділер. Құртарыжылар бұйық жығатны дағлық ерлеріне айыралар. Қар яғмасы ақында кеченлері беледі. Шының үшін ола білген февкуледе вазиетлерінің өгі алынды. Февкуледе вазиетлер назерлігі қары ава бойынша тәвсиелер ақында қатырлаталар. Ограничить использование личного автотранспорта. Шахси машина қолданылуыны сынырламақ. Сув объектлеріне яқын яшаған гражданларға мади қиметлеріні сақлап қалу бойынша қошма чарелеріні бақмақ. Пейда олған қазалар ақта 101 ве 112 номераларға хабер етмеге риджада болунамыз. Қырымға мартның бірінші күні девамында ава бозыла білежегі ақта ейлен назарға алына. Затен бойле қатты қарлы қыштан yorulғанлар да біраз dayanmak керек. Қырымда ава мартның орталарынан қызып башлайжақ. Сусана Садыкова, Тарас Брезицкий, Артур Чалый, Милет Ичун. 700 ерлік мектеп Ақмежит районның Терекелі көйінде құрула. Объектенді аман-аман 40%-ға азыр. Бұнен бір вақыта Бадана көйінде бенен тербиеви сағламлаштыру комплексы құрула. Бұл ішлер ақында Сабина Денеева. Құру
Шаруджи Арнольд Лепский Балкарканин Тамир Кесе. Бондан сон мальземены керекли ульчиге кетеречек. Бунин мутихасана иши бетмей. О диварлардын севиесini мытлака ульчимех керек. Бадана куинды биден тербеви сакламлаштыру комплексынын куржилығы фаль шекилде кете. Менің вазифем епсі бетон ишлерінен ве керпіч диварлар тікленувінен бағлы. Шымды біз хавузны топлаймыз. Сақатларның реабилитациясы үшін. Мынау аман-аман азыр. Шымды апалупканы топлайжамыз, ве бетон қояжамыз. Геодезист Александр Чекмаревнын ишиде пек месулиетле. Объект ерлешечек ерны догру белгілемек үшін бізде бұқ ұйымы техасы GPS-приемникны қолана. О орбитада спутниклерінің сигналларыны қабул ете. Қошма оларақ, реал вазиет режимінде бұтын Русияда ерлешкен станциядан түзетмелер келе, доғры қырымға. Шымды мемори бина текленілі колоналарны ве комплексны монтаж етмек үшін темел құрула. Коммуникациялар чекілеведі екінлевге яқынлашты. Проект экспертизасы яңыдан кешкені себебінден тенеке каркас демір-бетон конструкцияларға деңіштірілді. Біраз артта қалдық. Шымды тыш қызметші ішчілерінің сайысыны арттырып бұны түзетежек. Бұл объект ағымда кісене Амерге кечерілмесі үшін. Контрактын фияты 218 миллион рубле. Умумен демография адлы милей проект чечевесінде ерманада учбеден тербеви сағламлаштыру комплекс пейда олажақ. Да бір объект терек елі көйінді тікленіле. Бұл ішлерінде образование адлы милей лиха чечевесінде алы барыла. Мұнда 700 ерлік мектеп аман-аманы 40%ға азыр. Ичтемей жеттен мойым объект құрылмасына 800 миллионға яқын рубле айырылды. Цемент векум ерге авдарыла сон мутихасыз бұл қарышманы доғырта пола тегіз олмасы үшін. Бұл олажақ мектепнің цокулі қатты. Бұл ерде сылаф ишлері тұлусынен япылды. Бұл мағаз тек үш секция. Бұндан сон кетсек, анда бізде орта секция, веда оқув корпусы. Құрыжылар монолит ишлеріні екінлейлер. Бұнен бір вақыта тышқы ве ичке мөндеслік ағыларыны чекелер. Авалар қызы башлаған сон бұл ерді енді этраптаки территорияны абаданлаштырып башлайжақлар. Бинаның бет тарафы пек дүлбер, спортив мейдан, әршей назарда тұтылды. Епсі сыныфлар, лабораториялар земаневи олажақ. Земаневи мектепні бұсіне ноябрь айында құрып бітірежеклер. Умумен ярмадада милели халар чечевесінде 50-ден зияды объект амелге кечірілі. Сабина Денеева, Арсен Фукала, Милет үшін, Ахмезжет районы. Шымдықы саатқа бұл эпысы хаберлер меле телеканалынан айрылманы сағлықнен қалынас.